Сәлем баршаңызға, бүгін штрудель тамағын жасаймыз. Бұл вау деген тамақ десек те болады. Ет жақсы көретін адамдарға арналған тамақ десек те болады. Осылайша 800 грамм етті ірілеп етіп турап аламыз. Және қазанымызды барынша қатты газда қыздырып қоямыз. Сумай, яғни подсолнечный маслодан жарты кесе құямыз, немесе 150 грамм май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Содан кейін ғана етімізді саламыз. Бізге керек бір жуа, үлкен бір жуаны осылайша жіңішке етіп турап аламыз. Және ет пен жуаны жақсылап қорамыз. Кішкене қордақа ұқсатып қорамыз. Және тұз салуды және қара бұрыш салуды ұмытпаймыз. Бір ас қасық тұз және бір ас қасық қара бұрыш. Етіміз осылайша қорылып жатқан уақытта ұнымызды елейміз. Бізге бар жоғы 300 грамм ұн керек, және ас содасы, тұз және бір кесе немесе бір кружка айран немесе кефир. Және жарты стакан ыстық су. Осылайша барлығын араластырып елейміз. Егер ұныңыз аз болса, үстен қосып жіберсеңіз болады. Сонда 400 граммдай ұн шығады. Менде осынша 400 грамм ұнның жартысы маған жеткілікті болды. Яғни илеген қамырымның жартысын, тең жартысын алып, морозилькіге салып қойдым, ал жартысынан жаңағы штрудельдің қамырын жасадым. Осылайша қамырдың тұнып тұрған уақытын пайдаланып, көкөністерімізді тазалап, турап және теркадан өткізіп аламыз. Мендегі екі сәбізді жуып аршып, терканың көмегімен барынша жіңішке етіп өткізіп аламыз. Достар, әдеттегідей сіздерден подписаться кнопкасын басуды өтініп сұраймыз. Өйткені бұл біздің каналымыздың дамуына өте көмегін тигізеді. Экранда көріп тұрғандарыңыздай 3 картошкамызды осылайша тазалап аламыз және ірі бөліктерге бөлеміз. Етіміз қақпақтың астында өзінің соғы және майы тартылды, 15 минуттай қуырылды. Бұл уақытта біздің жуамызда кішкене басылды. Сол кезде осылайша картопымызды салып қоямыз және тағы да бір 5 минуттай қуырамыз. Содан кейін 1,5 стакан суды құямыз. Қайнаған су болса өте керемет. 45 минуттай жаңағы қайнаған 1,5 стакан суда етіміз бұқтырылып, крышканың астында пісу керек. Сонда етіміз өте жұмсақ болып шығады. Және осы уақытта туралған жаңағы баклажанды осы қордақыңыздың үстіне салып жібересіз. Және етті қайнатып бұқтырған кезде газыңыздың жаңағы алауын кішкене басыңыз, яғни аз ғана мөлшердегі отта пісіп шыққан ет өте жұмсақ болып шығады. Яғни газыңыздың астын бір қайнағаннан кейін басуды ұмытып кетпеңіз. Бізде баклажан және болгар бұрышы өте тез піседі, сондықтан етіміз пісті деген уақытта ғана жаңағы бұрышымызды тураймыз. Осылайша қызыл түсті және жасыл түсті бар болып жатса сары түстіден қосып, көбірек қоса берсеңіз болады. Саны жағынан менде бұл жерде 3 қызыл түсті болгар бұрышы болды және 2 жасыл түсті болгар бұрышы жеткілікті болды. Дайын болған 400 граммдық қамырымның жартысын алдым, яғни 200 грамм қамырымды алып, осылай илеп бастадым және оқтаудың көмегімен қазір барынша жұқалап етіп жайып шығамын. Штрудель тамағының неше түрлі рецептері бар. Бір рецептерлерде көрсетіледі. Подливасын қазанда бөлек пісіреді және штрудель қамырын жаңағы мантоварканың ішінде буға 30 минуттай қайнатып шығады. Олай да пісіруге болады. Ал мен көрсетілгелі жатқан видеоның ішінде дайын болған қамырды мен жаңағы қазанның ішіндегі подливаның үстіне саламын. Яғни барлығы бір ыдыста пісіп шығады.
Осы тұста қамырды барынша жұқалап жайғаннан кейін сумай, яғни подсолнечное масло қолыңыздың көмегімен немесе щетканың көмегімен жағып шықсаңыз болады. Одан кейін начинка өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сырды теркадан өткізіп жағып шықсаңыз болады, немесе егер начинканы сырмен қаласаңыз, сулугуни сырын пайдаланыңыз деп айтар едім, себебі ол сулугуни өте дәмді әрі кішкене соленый болып піседі. Егер начинкаңызды жуадан жасайтын болсаңыз, онда ол да өзінше бөлек дәмді болып шығады, және барынша майдала турау керек. Ал менде видеода сәбіз және зелендар, яғни аскөк, петрушканың көмегімен жасадым. Олайды өте дәмді болып шықты. Енді сәбіздің арқасында кішкене тәттірек болып шығады десем де болады. Сумайды жаққаннан кейін начинканы осылай салғаннан кейін ширату арқылы осылай қамырыңызды шетінен бастап орап шығасыз. Рулетик дайын. Осылай пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Және әдемі қылып розочка ашамыз. То есть осылай оратылған ораманың қырларын, қамырларын ашқан кезде гүлге ұқсап тұру керек. Егер қаламасаңыз, тек қана бірнеше бөліктерге бөліп, дайын болған подливаңыздың үстіне целиком қоя салсаңыз да болады. Яғни осындай подушка күйінде сала салсаңыз да болады. Немесе гүл тәріздес фигурасын жасап, әдемі етіп те салуға болады. Бұл уақытта біздің подливамыз пісті, етіміз 1,5 сағат қайнап пісіп тұр. Енді 30 минут жаңағы дайын болған рулетикті үстіне әдемілеп қойып шығамыз. Яғни 30 минут тағы да еттің буымен қамырымыз пісу керек. Бұл жерде жаңағы дайын болған қамыр гүл тәріздес пішінде піседі, және өзіне еттің жаңағы сорпасы бар, бұрыштың сорпасы бар, жуаның және баклажанның, бұрыштың дәмдерін өзіне сіңіреді. Қамыр өзіне сіңіріп, өте дәмді болып піседі. Немесе осы тұста отдельно мантоваркаға салып та пісіріп алуға болады қамырыңызды. Немесе осылайша өте дәмді сорпада пісіріп шығаруға болады. Достар, сіздермен болған мен Смагулова Еңлік. Астарыңыз дәмді болсын. Және WhatsApp чаттардан бөлісуді ұмытпаймыз.